Заң және тәртіп тақырыбында заңға байланысты, нашақорлықтың алдын алуына байланысты бірінші рет өткізіліп жатыр. Жалпы мектеп оқушыларымен осындай жұмыстар жыл сайын ұйымдастырылады. Жалғасы әрине болады. Жалпы біздер 2025 жылынан бастап мектеп оқушыларына арнайы кездесулер ұйымдастырылып, осы тақырыпта жүздесіп жүрміз. Арнайы тәртіп сақшылары, сонымен қатар кинологтар бірге барып, бізбен бірге қатысып жүр. Заң тақырыптарында ауқымды түрде осындай іс-шаралар, түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздерде заң және тәртіпте рейдтік жұмыстар жүргізіледі. Алдағы жоспарымыз осындай. Рейдтік жұмыстар жоқ, түнгі уақыттардағы мектеп оқушыларын бақылау үшін түнгі сағат 10-11-ден кейін бізге шығуға болмайды ғой. Соларды әрмен қарай тексеру жұмыстарына біздің волонтерларымыз, жалпы жастар ресурстық орталықтарының мамандары полиция басқармасымен бірігіп осындай жұмыстарды жүргізіп отырады.